Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да Teachers Айдын каналы. Қош келдіңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, видео соңынан көріңіздер. Бүгін сіздерге қашықтан оқытуға байланысты сабақта ойналатын өте мықты бір құрал Kahoot ойынын көрсетеміз. Біздің каналымызда қашықтан оқуға байланысты Google Classroom презентация видеоларды жүктеу, экранды телефон және компьютер арқылы түсіру және уже видео түсірілген, және де сабақта интернет арқылы ойнатуға болатын ойындар Quizlet және Quizzes ойындарын уже түсіріп көрсеттік. Ішіне кіретін болсақ, қалай Quizlet, Quizzes ойындарын өзіміз құрастыра аламыз, сұрақтарын қалай өзіміз немесе жаңағы дайын ойындар тауып, оларды балаларға ойнатамыз. Бұл жайында уже түсіндірілген. Quizlet көбінесе карточкалармен жұмыс істеп, сөз жаттауға өте жақсы. Quizzes телефон арқылы тест ойнатуға өте ыңғайлы. Kahoot та Quizzes'ға өте ұқсайды. Бірақ Kahoot'та балалар жаңағы проекторға қарау керек. Quizzes'да проектор керек емес. Әркім өз телефонына қарап ойнаса болады. Осындай бір айырмашылығы бар. Мен сіздерге Kahoot ойынын ойнатудың ең оңай қысқа жолын көрсетейік. Ең бірінші болып біз неге барамыз? Googleға барамыз. Googleға барғаннан кейін Kahoot деп жазамыз. Quizlet, Quizzes'ді, Kahoot'та ойнатудың ең оңай жолдары мынандай. Ойын Kahoot болсын, Quizlet болсын, Quizzes болсын, бірінші сол ойынның түрін жазамыз. Содан кейін біз ойнататын, мысалы, тақырып, соны жазуымыз керек. Енді орысша жазсаңыздар болады. Ағылшынша жазатын болсаңыздар, ағылшынша ойындар өте көп дайындалған. Бүкіл әлемнің ең мықты ұстаздар арқылы. Сол үшін ағылшынша жазайық. Мысалы, мен жасуша органоидтары жайында биологиядан балаларға ойын ойнатқым келеді. Cell organelles деп жазам. Сіз басқа өз тақырыбыңызды жазасыз, өз пәніңіз бойынша. Қараңыздар, мен жаздым, және енді осы тақырыпқа байланысты көптеген әртүрлі ойындар тапсақ болады. Мен ең бірінші сайтқа кіріп көремін. Бас көрейік. Cell organelles. Міне, енді ойын дайын. Жерде ойнатуға болады. Немесе оның астында соған ұқсас басқа да ойындар бар. Осының бәрін қарап шықсақ болады. Олар бір-біріне жақын тақырыптар бойынша ұсынылады. Енді көріңіздер, мынақты қанша рет ойнатылды, қанша ойыншы ойнады, бәрі көрсетіледі. Біз егер қаласаңыздар, Kahoot'қа тіркелсеңіз өте жақсы болады. Болашақта сұрай бермейді сізден. Немесе егер асығып жатсаңыз, немесе бір ойнатып шықсам болды десеңіз, play as guest. Қонақ болып ойнау, сыграть как гость. Осы батырмаға басамыз. Басайық, play as guest. Міне, енді біз бір ойын ойнатамыз да болды. Ойынның екі түрі бар. Біреуі классик, біреуі классический, біреуі team mode, топтық. Классикада әркім тек қана өзі бал жинайды. Топтықта бірнеше адам топ үшін бал жинайды. Бұл жерде настройкалардың бәрін өзгертудің қажеті жоқ. Үстіп қала берсе болады. Жайлап уақыт өте келе онда ауыстыруға болады. Біз ойынды бастатайық. Ол үшін біз өзіміздің ойын түрін таңдаймыз. Бірақ егер де жаңағы ойынның настройкаларын өзгертем десеңіз, міне мына жерде Game Options деген батырма бар. Соған бассаңыздар болады. Басқан кезде осындай нелер шығады, бүкіл настройкалар.
қазір бүкіл нелер настройкалар өшіріліп тұр. Қаласаңыздар оны қосуға болады. Біріншіден мына жерде музыкасы, қосылсын ба, музыкасы өшіп тұрсын ба. Қазір өшіп тұр. Одан кейін жаңағы ойыншылардың әртүрлі аттары, никнейм дейді ғой, кличкалары бола берсін ба, болмай қойсын ба. Балдар әртүрлі қызықты аттар жазады. Қазір бізде ол өшіп тұр. Сосын жаңағы сұрақтардың ретін случайны болсын ба, или бәріне бірдей 1-2-3 деп кете берсін ба. Бізде қазір бәрінде бірдей 1-2-3 деп кетеді. Егер араластырам десеңіз, мына жерде қосу керек. Былай 10 деп. Қосылған дұрыс, өйткені балалар бір-бірінен көшірем десе көшіре алмайды, өйткені сұрақтардың реті әртүрлі. Одан кейін жаңағы сұрақтардың емес, жауаптардың да жаңағы біздің А, Б, С деген варианттарды да нестейді, араластырып тастайды. Араластырсын десең, бір-бірінен балалар көшірмесін десек, оны да біз 10 деп қосайық. Сосын мына жерде кішкентай минимальный инструкцияларды көрсету деген тұр. Оны да қосылайық, балаларға ыңғайлы болады. Түсініксіз болса, инструкциялар қарап ойнайды. Қосып қойдық. Келесі, мына жерде қосылу үшін 2 қадам деген, оны өзгертпесек болады. Автоматически сұрақтардың арасында, мысалы, мынау сұрақтарды ауыстыру, оны да қажеті жоқ. И ойын біткеннен кейін, мына жерде ең соңғысы, тағы да кіріп, тағы да ойнау деп тұр. Оны да қажет жоқ бізге. Алғашқысында бәрін қоссақ, екіншісінде бәрі өшіп тұрса дұрыс болады. Онда кеттік, ойынды бастайық. Классикті таңдайық біз қазірше, үстіне басамыз. Көрдіңіздер ғой, мына жерде ең үстінде бізге қандай сайтқа кіру керек, балалар? www.kahoot.it деген. Және де балалар қандай пин-код жазу керек, сол жазып тұр. Қазір мына батырмаға басайық. Үлкейтеміз, сол кезде. Енді балаларға осыны береміз. Балалар осы сайтқа кіріп, осы пин-кодты терсе, сіздің ойыныңызға қосылады. Және де олар қосылғаннан кейін сіз ойынды бастатасыз. Қазір балалардың кіруін күтейік. Біздің бір баламыз, Арман деген бала қосылды. Енді ойынды бастата берсек болады. Міне, Арман емес, Арнан деген. Оның қосылып жатқан балалардың аттары жерде көрінеді. Міне, балалардың бәрі қосылып болғаннан кейін біз мына жерде старт деген батырманы басамыз. Міне сұрақ басталды. Бірінші сұрақ, what is the function of the ribosomes? Рибосомлардың қызметі қандай? Мысалы, жаңағы оқушылар таңдайды. Біз білеміз, рибосомлар біз не істейді? Make proteins. Ақуыз, нәруыз, құрастырады. Сан басамыз. Сөйтіп, балалар сұрақтарға жауап беріп шығады. Мысалы, бұл жерде ең кішкентай
жасушаның бөлшектері не ол десе, ол біз рибосома екенін білеміз. Енді күтеміз Арманды. Бірінші сұрақты Арман жауап бере үлгермесе, екіншісіне ол жауап берді. Көрдіңіздер ме? Бізде осындай 1 деп шықты. Енді Арман балл жинайды өз берген сұрақтар үшін. Дұрыс. Сөйтіп бүкіл what's the function of cell membrane? Мембрананың қызметі қандай? Мысалы, біз білеміз. Мынау. Арман жасылға басса, дұрыс жауап берді. Болды. Өстіп ойнатып болғаннан кейін біз балаларды кім қаншалыға жинаймыз, сөйтіп бағалаймыз. Ойынды бітіре салайық қазірше. Міне өстіп кім бірінші, кім екінші болған үшін көрінеді. Тезірек балалар басса, көбірек бал алады. Видео сізде пайдалы болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз қалып жатса комментарий жазыңыздар. Бұл өте оңай және балаларға ойын арқылы сабақ беру, ойнату өте қызық және жемісі көп. Сау болыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға жазылыңыздар. Аман болайық.